Саламатсыздар ма? Видеоға қош келдіңіздер. Бұл видеода мен воптар приемында ең жиі келетін 5 диагноз туралы айтатын боламын. Жалпы жоспарға келетін болсақ, воп қабылдауындағы ең жиі келетін 5 ауру, яғни барлық воп білу керек, себебі сіздің приемыңызда 100% кездеседі және алғашқы күннен бастап осы пациенттердің барлығы сізге приемға келеді. Және бұл жерде воптың нақты міндеті қандай, соларға тоқталатын боламыз. Ең бірінші ауру бізде ол ОРВИ. Бұл тыныс алу жолдарының зақымдайтын, ауа тамшылы жолмен таралатын және вирусты тудыратын жұқпалы аурулардың жалпы атауы. Ал қарапайым айтатын болсақ, респираторлы жолдар бар ғой, мысалы мұрын, жұтқыншақ, трахея, дауыс байламдары, одан кейін бронхтар, солардың барлығына біздер респираторлы жолдар деп айтамыз. Және сол тыныс жолдарының респираторный вирустармен жедел қабынуын біз ОРВИ деп айтамыз. Яғни бұл жерде нақты қандай вирус тудырып тұрғанын біз білмейміз. Барлығына жалпылап айтамыз. Ол жерде ол аденовирус, риновирус немесе коронавирус деген сияқты кез келген вирус болуы мүмкін. Олардың барлығын біз жалпылама ОРВИ деп айтамыз. Сонымен қоса, ол жерде респираторлы жолдың кез келген бөлігі, бірнеше бөлігі немесе кез келген бір бөлігі қабынған болуы мүмкін. Мысалы, дауыс байламдары қабынса ларингит, жұтқыншақтың шырышты қабаты қабынса фарингит, бронхтар қабынса жедел бронхит, одан кейін бадамша бездері қабынса вируспен, ол кезде вирусы тонзиллит, сонымен қоса тонзиллиттің білесіздер бізде бактерияның түрі бар, яғни ангина, сол екеуінің разницасын ажырата алуымыз керек. Одан кейін мұрын қойнауларында болса синусит және мұрынның шырышты қабаты қабынса, онда ринит деп айтамыз. Яғни бұл жерде пациент сізге келуі мүмкін мұрыннан су ағу, құрғақ жөтел немесе ылғалды жөтел, температураның жоғарылауы, әлсіздік деген сияқты, насморк, одан кейін тамақтың ауырсынуы, тамақтың қызаруы, жұтынған кезде ауырсынудың болуы деген сияқты кез келген жалппен келуі мүмкін. Және сіз пациенттің жалптарына қарай және физический осмотр жасай арқылы именно қай жерде воспаление болып тұрғанын білесіз және лечение береміз. Және бұл жерде не үшін біз ОРВИ деп барлығын жалпылама айтқанның тағы бір себебі, барлығының лечениесі почти бірдей жүреді, тек қана симптоматикалық лечение береміз. Себебі жаңа айтқандай, біріншіден ол кез келген вирус болуы мүмкін, яғни біз қай вирус тудырып тұрғанын білмейміз. Сондықтан этиологиялық ешқандай лечение берілмейді, тек қана пациенттің айтып тұрған симптомдарын ғана емдейміз. Жалпы мен ОРВИге көп тоқталмаймын, себебі мына жерде ютубта менде ОРВИ деген 1,5 сағаттық сабақ бар. Бұл жерде біз мына аурулардың барлығына жеке тоқталып, взрослый болса, бала болса, қандай лечение береміз, қалай тексереміз, қалай диагноз қоямыз, қандай симптомдар айтады пациенттер, қандай дозировкада береміз, және оның патогенезі қандай деген сияқты барлығы подробно айтылған. Және бұл сабақ тегін ютубта тұр каналымда. Қазір мен описаниеда сілтемесін қалдырамын, сол жерден толық қарап алыңыздар. Себебі бұл сабақ бізде воп жұмысы курсынан алынған сабақ. Сол курстың ішіндегі сабақтардың біреуі. Бұл ауру не үшін важный және не үшін бірінші болып қойдым, себебі ертең сіздер жұмысқа кірген кезде, мысалы біз воптар и взрослый, и детский қабылдаймыз ғой, сол детский келген пациенттердің 70% именно сізге осы ОРВИ-дің симптомдарымен келеді. Яғни алғашқы күннен бастап 100% келетін аурулардың бірі және ең жиі кездесетін аурулардың бірі. Сонымен қоса, бізге воптың негізгі жұмысы қандай бұл жерде? Бірінші жұмысымыз бұл инфекцияның түрін ажырата алуымыз қажет. Ол вирусный ма, әлде бактериальный ма? Себебі ОРВИ ол вирусный инфекция, ал кей кезде дәл сондай тамақтың ауырсынуы, температураның жоғарылауы, әлсіздік деген, насморк деген симптомдармен пациент келуі мүмкін, бірақ ол вирусный инфекция емес, ол бактериальный ауру болуы мүмкін. Мысалы, ол қайсысы болады? Мысалы, ол ангина болуы мүмкін, бактериальный болуы мүмкін. Оны біз вирусный ма, әлде бактериальный ма қалай ажыратамыз? Оны біз осы ОРВИ сабағында айтқанмын. Егер ол бактериальный тонзиллит болатын болса, онда 100% сіз пациентке антибиотик тағайындауыңыз керек болады. Онсыз ол пациент жазылмайды. Одан кейін тағы болуы мүмкін, мысалы отит болуы мүмкін. Средний отит кезінде ол іріңді жүріп және бактериямен жүреді, ол кезде міндетті түрде антибиотик беріледі. Сонымен қоса бронхит емес, ол пациентте пневмония болуы мүмкін. Сондықтан пациентте біз балада әсіресе пневмония ма жоқ па нақты ажырата алуымыз керек, және оны именно біз физикалық осмотр жасау арқылы ажырата алуымыз керек. Себебі пациент, мысалы, сізге жөтелмен келген кезде пациентті біз, мысалы, рентгенге жіберіп, сол диагноз қоя беремін деп ойлайтын болсақ, бізде жаңа айтқандай балалар ең жиі 70% осындай ОРВИ-мен келеді деп айттық. Сонда пациент бір күнде сізге, мысалы, 8-9 бала осы ОРВИ-мен келсе, біз ол пациенттің барлығын рентгенге жібере алмаймыз. Біріншіден, оған очередь күтіп қалады. Екіншіден, бір бала бір жылда ОРВИ-мен 8-ден 12 ретке дейін ОРВИ-мен ауыру мүмкін. Және пациент сізге егер бір жылда
12 рет келетін болса, ай сайын келетін болса, біз ол пациентті ай сайын рентгенге жіберіп отыра алмаймыз. Сондықтан міндетті түрде сіз баланы тексеру арқылы онда пневмония бар ма жоқ па нақты өзіңіз диагноз қоя алуыңыз қажет болады. Енді мен пневмонияның қандай нақты критерийлері бар, нақты пневмония деп айту үшін сол туралы тоқталатын боламын. Негізгі 3 симптом бар бұл жерде. Ең біріншісі ол бізде тахипноя, яғни тыныс алудың жиілеуі. Тыныс қашан жиілеген деп айтамыз? Егер 2 айға дейінгі бала тыныс алу 1 минутта 60 реттен жоғары болатын болса, 2 ай мен 1 жасқа дейінгі балада тыныс алу жиілігі 50 реттен жоғары болса, және 1 жас пен 5 жастағы баланың тыныс алу жиілігі 40-тан жоғары болатын болса, онда бұл балада тыныс жиілеген деп айтамыз. Және тыныс жиілеуі тек қана пневмония кезінде емес, басқа аурулар кезінде де болуы мүмкін. Ажырата алуымыз қажет, бірақ тыныс жиілеген болса, ең бірінші біз пневмонияға күдіктенеміз. Енді не үшін пневмония кезінде тыныс жиілейді? Соны қарапайым түсіндіріп беретін болсам, мынау нормада, пневмония дегеніміз ол именно өкпе тінін, одан да қарапайым айтатын болсақ, альвеоланың ішінде воспалениянын болуын айтамыз. Мысалы, воспаление бронхта болса, бронхит, трахеяда болса, трахеит, мұрында болса, ринит, тамақта болса, фарингит, ал альвеолада воспаление болатын болса, ол бізде пневмония деген ауру. Және альвеоланың негізгі жұмысы мынау, тыныс жолдары арқылы тыныс жұтқан кезде сол тыныс керіліп, альвеоланың қабырғалары арқылы, сол жерде майды тамырлар арқылы кислород қанға сіңеді, қанға өтеді, ал қаннан келген көмірқышқыл газы осы альвеолаға өтіп, дальше біз тыныс шығарған кезде сыртқа шығып кету керек. Енді 100% кислородты былайша айтқанда альвеолардан алып тұрған болса, енді мынау 100% альвеола, соның ішінде жартысы эксудатқа толып қалды. Эксудат бізде не үшін болады? Воспаление білесіздер, 3 этап болады, және эксудация сатысында біз сол жерге эксудат жиналады. Сол эксудат жиналған кезде мынау альвеоланың іші жартылай эксудатқа толып қалды, яғни альвеола жартылай өзінің функциясын атқарып жатыр, ал жартылай атқармай жатыр. Сондықтан мысалы ми кислородқа өте сезімтал. Мысалы, былайша айтатын болсақ, математикалық жолмен айтатын болсақ, ми 100% кислород алып тұр. Ал альвеолардың енді барлығының ішінде эксудат жиналып тұр, сонда мидың жұмыс, адамның өкпенің тыныс алу альвеолардың жұмысы 50%-ға қысқарып кетті деп айтайық. Былайша айтқанда временно, воспаление байланысты. Сол кезде ми өзінің 100% кислородын алу үшін не істейді? Сол жартылай жасап тұрған альвеолардың жұмысын 2 есе күшейтеді. Сол кезде ол жаңағы жартылай келіп тұрған кислород тезірек дем алу арқылы көбірек кислород алуға әрекет жасайды. Яғни бұл жерде 30 рет дем алып тұрған бала уже воспаление болған кезде 60 рет дем ала бастайды. И сол көбірек дем алудың нәтижесінде ол ағза өзіне қажетті кислородты ала алады. Яғни гипоксия болмайды. Яғни бұл компенсациялық механизм ретінде тыныс алу жиілеп кетеді. Және сіз бұл кезде тыныс алу жиілеп жатқан кезде сіз пациентті тыныс жетіспеушілігі болып жатыр деп күдіктенесіз. Және тыныс жетіспеушілігінің ең негізгі себептерінің бірі ол бізде тахипноя. Бұл жерде ол обструктивный бронхит болуы мүмкін, бронхиалды астма болуы мүмкін, немесе басқа да ауру болуы мүмкін, және оны уже диагностика жасай алуымыз қажет. Одан кейін пневмония негізгі критерийлерінің екіншісі ол кеуде қуысының төменгі бұлшықеттерінің ішке тартылуы. Яғни жаңа айтқандай, компенсациялық механизм ретінде ми сигнал беріп жатыр, өкпеге көбірек тезірек дем алуға, тыныс жолдарына. Сол кезде тыныс жолдары көбірек дем алу үшін былай біз мысалы қарапайым обычно дем алып отырсыз, енді көбірек дем алу үшін біз терең дем алып бастаймыз, и терең дем алған кезде мына қабырғаның астындағы бұлшықеттер тыныс алуға қатысып көбірек дем алуға әрекет жасайды. Сол кезде сол белгі бізде тыныс жетіспеушілігі болып жатқандығының негізгі белгісі. Және мен қазір келесі слайдта өзімнің пациентімнің примерін қоятын боламын. Тыныс қалай бұлшықеттер ішке тартылатын туралы. Одан кейін үшінші критерий ол қызба. Мысалы, ОРВИ мен пневмонияны ажыратудың негізгі симптомдарының бірі осы қызбаға. Температура неше күннен бері деп сұраймыз. Мысалы, анасы айтса, температура алғашқы күні 40 градус болды, одан кейін ертеңнен бастап уже температура түсті, 1 күн ғана болды десе, ол кезде біз гриппке күдіктенеміз. Грипп бізде солай алғашқы күні өте қатты симптом болады да, температура өте жоғары болды, одан кейін уже түсе бастайды. Ал обычный субфебрильный температура, мысалы бізде обычно ОРВИ кезінде температура 37, 37,5, 38 деп аз төменнен бастап көбейеді да. Одан кейін температураның дәрісін берген кезде, ибуфен, парацетамол берген кезде ол сразу түседі. Мысалы, бір рет береді, таңертең, все, ол күнімен температура болмайды ол пациентте. Ал егер ол бактериальный инфекция болса, онда температура 38-39-ға дейін көтеріліп, дальше ол балаға ибуфен, парацетамол бергеннен кейін 2-3 сағаттан кейін қайтадан температура шыға береді. Яғни
нашар дәрілерге нашар бағынатын температура болады, және температура 3 күннен артық созылып тұрған болса, мысалы 38 температура күнде шығып жатыр, дәрі береді, 2-3 сағаттан кейін қайта көтеріледі, бір күнде 4-5 ретке дейін беріп жатыр, солай 3 күн жалғаса, сіз сразу бактериялық инфекцияға, яғни пневмонияға күдіктенуіміз қажет болады. Не үшін мен пневмонияны осылай бірінші орынға қойып айтып жатырмын? Себебі 5 жасқа дейінгі балаларда статистика бойынша 5 жасқа дейінгі қайтыс болған балалардың өлім себебінің ең негізгі ауруы бізде ол пневмония ауруы. Яғни именно осы пневмонияда қаншама пациент бала қайтыс болып кетеді. Сондықтан міндетті түрде ажырата алуымыз қажет болады. Себебі бізде ең бірінші обращение жасайтын жер ол ВОПтар, иә. Дальше ол рентгенге жіберіп, дальше жаңағы стационарға жіберіп біз бағыттаймыз. Ал сол кезде мысалы біз пневмонияны білмей тек қана ОРВИ деп үйге қайтарып жіберсек, ол пациент қайтыс болып кетуі мүмкін. Сондықтан барлық вебтар жақсы білу қажет. Енді мен мына жерде өзімнің пациентімнің пример ретінде көрсетемін, жаңа бұлшықеттердің ішке тартылуы қалай болатынын. Видеоны мұқият қараңыздар. Егер дәл осы видеодағы симптомды көретін болсаңыздар, бұл баланы міндетті түрде жедел экстрені госпитализациялау қажет. Больницаға жату керек бұл бала. Мына жерді қарасаңыздар, бұлшықеттер ішке тартылып жатыр. Бұл балада мысалы осы баланы маған бір танысым жазған кезде, менің балам бұл бала 2 айға да толмаған әлі, мұрнынан кішкене су ағып тұр, және аздап температурасы жоғарылап тұр, не істеймін деп айтты да. Егер мен ол кезде баланың видеосын сұрамаған кезде, мен ойлауым мүмкін еді, ол тек қана ОРВИ деп, иә, ибуфен беріңіз, одан кейін немесе жаңағы свечи қойыңыз, иә, температура түсіретін. Сонымен қоса мұрнын обработка жасаңыз, аквамализм деп айта салатын едім. Бірақ мен міндетті түрде біз осы ОРВИмен келген осындай симптомдар кезінде бірінші кезекте біз пневмонияны исключить етуіміз керек. Сол мақсатта мен баланың тыныс алу жиілігін санаңыз деп айттым. Одан кейін екіншіден осы видео түсіріп жіберіңіз деп айтқан кезде, мына видеодан кейін сразу баланы жедел түрде госпитализациялау қажет деп айттым. И ол приемный покойға барған кезде баланы сразу жатқызған, 2 жақты пневмония болған балада. Енді и балаларда не үшін пневмония біз білмей қаламыз? Себебі балаларда андай үлкендер сияқты олар біріншіден симптомдарын айтпайды, екіншіден оларда прям ылғалды жөтел болып күшейіп, жөтел болмауы мүмкін, мүлдем жөтел болмауы мүмкін. Себебі жөтел білесіздер, бізде ағзаның өзінің қорғаныш функциясы ретінде болады, және егер бұлшықеттер әлі дұрысталмаған болса, және воспаление енді басталған кезде әлі эксудация сатысы болмаған болса, онда ол балада тыныс жолдарында қақырық болмауы мүмкін. Сондықтан жөтел болмайды алғашқы воспаление кезінде, пневмония кезінде. Сол үшін кей адамдар жаңа пневмония болса білмей қалуы мүмкін. Енді келесі екінші ауру бізде ол артериальный гипертензия. Артериальный гипертензия мына жерде қате жазылып кетіпті, ОРВИдің несі өтіп кетіпті. Мына жерге өзім ауызша айтатын болсам, давлениенің 140-90-дан тұрақсыз түрде жоғары болуын айтамыз. Артериальный гипертензия бізде взрослар келеді ғой пациентке, солардың ең негізгі келетін жиі себептерінің бірі осы артериальный гипертензия. Яғни пациент сізге давлениені жоғарылау деген симптоммен келді ғой, сіз сол кезде 2 қолдан да давлениені өлшейсіз, және жоғары болып тұрса, пациентті отырып тыныштандырып, және 10 минуттан кейін қайта өлшейсіз. Солай 3 рет өлшеген кезде, 3 ретте давлениесі 140-90-нан жоғары болатын болса, немесе сол 3 рет өлшеген кезде 2 қолдан жоғары болған кезде, өлшеген кезде 6 рет өлшейсіз ғой жалпы, иә. Сол кездегі ең жоғары показательді аласыз. Сол 140-90-нан жоғары болса, сіз артериальный гипертензияға күдіктенесіз. Дальше ол пациентті сіз сматқа жібересіз. Смат деген бізде ол давлениені күні бойы өлшейтін аппарат, және ол жерде суточный монитор жасайды, және давлениені постоянно өлшеп отырады. Одан кейін сізге результат келеді. Результат келген кезде ең жоғары давление қанша болды, средний давление қанша болды, күнделікті, иә. Одан кейін ең төмен давление қанша болды, соның барлығын көрсетіп береді. Одан кейін уже біз пациентті учетқа алып, лечение беруіміз керек. Пациенттер основной сізге жауаптары бас ауыру, бас айналу, немесе желке тұсының ауырлауы, немесе көздің қарауытуы, құлақта шум деген шағымдармен келеді, немесе ешқандай симптомсыз да болуы мүмкін. Мысалы, сізге пациент справка алуға, немесе профосмотр, скрининг деген мақсаттарда келіп, егер давлениесін өлшеген кезде, ол давление жоғары болуы мүмкін, және ол пациент өзі сезбеуі мүмкін. Сондықтан біз келген взрослый пациенттердің барлығын давлениесін өлшеуіміз керек приемда. Одан кейін білесіздер, лечение береміз міндетті түрде. Мысалы, пациент бүгін келді сізге, приемға давлениесі жоғары болып, ертең ол айтады, мысалы, мен өзім частныйға барам деп айтса, онда сіз сол бір күннен кейін баратын болса да назначение беруіңіз керек.
ал сіз өзіңіз узкийға жіберетін болсаңыз кардиологқа, ол жерде мысалы бізде пациенттер 1 ай бойы кардиологқа запись күтеді. Сол кезде сіз 1 ай бойы пациент давлениемен жоғарымен жүрмейді ғой, міндетті түрде лечение алу керек, даже ертең баратын болғанның өзінде де. Себебі білесіздер, давление жоғары болған кезде пациентте инсульт және инфаркт, инсульт, мысалы геморрагиялық инсульт, одан кейін гипертониялық криз, сондай асқынуларға алып кетуі мүмкін, және ол пациент өліміне немесе пациенттің мүгедек инвалидностьына дейін алып барады. Сондықтан лечение береміз. Білесіздер, лечение кезінде бізде 5 топ препарат қолданылады. Бірінші топ препарат бізде АПФ ингибиторлары, одан кейін екіншісі ол сартандар, үшіншісі диуретиктер, төртіншісі кальций каналдарының блокаторы, одан кейін бесіншісі бета-адреноблокаторлар. И бұл кезде пациент мысалы анамнезіне қараймыз, мысалы АГ плюс сахарный диабет болса басқа лечение, АГ плюс ИБС болса басқа, АГ плюс ХСМ болса онда басқа лечение беріледі, және аритмия АГ болса мысалы бета-адреноблокаторлар беріледі деген сияқты өзінің жолдары бар, және солардың барлығын білуіміз керек. Сонымен қоса давлениемен келген пациенттер бізде әртүрлі поводпен келеді. Біріншісі айтады, давлением бірінші рет жоғарылап тұр деп айтады. Ал біреу айтады, мысалы постоянно мен дәрі ішіп жүремін, ал қазір эффект бермей жатыр деп айтады. Немесе мен постоянно дәрі ішетін едім, қазір ол дәрілерден давлением қатты түсіп жатыр. Немесе осы дәрілер ішетін едім, ал қазір побочный эффект беріп жатыр. Немесе осыны мен өте көп дәрі ішемін, және дәрі ішкім келмейді, маған басқа дәрі беріңіз деген сияқты. Немесе ол жүкті болып бірінші рет давление болуы мүмкін, ол кезде преэклампсия болуы мүмкін, иә. Солардың барлығын ажырата алуымыз қажет, және дұрыс лечение беріп дәрілерді коррекция жасай алуымыз қажет. Себебі пациенттер барлық жағдайда да кардиологқа бара алмайды, жете алмайды. Енді келесі үшінші ауру бізде ол созылмалы холецистит. Созылмалы холецистит бұл өт қабының моторлы эвакуациялық қызметінің бұзылуы, сонымен қоса өттің ішіндегі сұйықтықтың физикалық химиялық қасиеттерінің өзгеруімен және өт қабының ішінде тастардың болуымен, кей кезде тастардың болуымен сипатталатын және симптомдарында өттің коликасымен жүретін созылмалы қайталамалы ауру. Енді қарапайым айтатын болсақ, мынау бауырда өт бөлінгеннен кейін ол өт қабында жиналып тұрады. Адам тамақтанған кезде сол өт қабынан өт бөлініп 12 ішекке құяды және тамақты сіңіру қорытуға көмектеседі. Енді егер пациент дұрыс тамақтанбайтын болса, мысалы майлы тағамдар көп жесе, онда майлы тағам көп болғаннан кейін бауыр өте көп май бөліп бастайды, өт бөліп бастайды, және ол өт мына жерде жиналады. Немесе адам завтрак ішпейтін болса, ол кезде таңертең тұрған кезде өт бөлінбейді, ол жерде жиналып тұра береді. Ол жиналып тұра бергеннен кейін ол жерде қоюланып, дальше ол тас түзілуі мүмкін. Өзінің негізі патогенезі өте көп, әртүрлі себептер бар, и тас түрлері де бар. Негізі холестерин тастар деген сияқты түрлері бар. Енді сол тас тұрған кезде ол жерде хронический воспаление тудырады. Немесе тассыз да ол жерде хронический воспаление болуы мүмкін. Немесе тас мысалы өт жолдарына тұрып қалып, ол жерде өттің коликасын беруі мүмкін деген сияқты түрлері өте көп. Созылмалы холециститтің біздің негізгі жұмысымыз бұл жерде пациент келген кезде, пациент мысалы бізге айтады, оң қабырғасындағы шаншудың, сонымен қоса майлы тамақ жегеннен кейін оң қабырғасында ауырлық сезімі, жүректің айнуы, изжога немесе майлы ненің ауызға келіп тұруы, майлы тамақ жегеннен кейін тамақтың дұрыс қорытылмауы деген сияқты жалпы айтқан кезде ең бірінші кезекте біз пациентті УЗИ-ға жіберіп, тас бар ма жоқ па ажыратып алуымыз қажет. Себебі егер өтінде тас бола тұра сіз оған пациентке өт сұйылтатын препараттарды беретін болсаңыз, онда ол пациентте өт аздап сұйылып, ол өт жолдарда тұрып қалып, және ол жерде приступ беруі мүмкін пациентте, және ол пациент уже экстренный операция жасап өтін алып тастау керек болады. Сондықтан ұрса дезоксихол қышқылы, бізде ең дәлелді препараттардың бірі. Соларды беруден алдын міндетті түрде тас бар ма жоқ ажыратамыз. Сонымен қоса тас бар болатын болса да, ол тастың өзінің размерлеріне байланысты кей кезде операция жасау керек, ал кей кезде операция жасаудың қажеті жоқ. Соларды ажыратып, солай лечение жасаймыз. Негізі созылмалы холецистит толықтай емделіп кетпейтін ауру, оған міндетті түрде диета ұсынамыз пациентке. Одан кейін келесі ауру бізде остеохондроз және остеоартроздар. Екеуін бірге қосып жаздым, себебі екеуінің патогенезі өте ұқсас болады. Остеохондроз бізде ол позвоночникте болады, ал остеоартроздар олар буындарда болады. Остеохондроз ол омыртқа аралық дискілер мен шеміршектердің зақымдалуымен сипатталатын омыртқа жотасының дегенеративті ауруы. Енді қарапайым айтатын болсақ, мына нормада осы позвоночниктердің арасында дисктер болады, және ол позвоночник адам мысалы жүрген кезде, ауыр зат көтерген кезде, физический нагрузка кезінде мына бір-біріне қажалмау үшін ортасын
ортасын қорғап тұру мақсатында осылай бар, негізі осылай жаратылған диск. И осылар дисктер зақымдалған кезде адам мысалы ауыр зат көтеретін болса, физический нагрузка өте жоғары болса, повреждение болады, и дальше ол сүйектер бір-біріне тиіп қажала бастады. Одан кейін ол жерде грыжа болуы мүмкін, сонымен қоса ол жерден өткен нерв сол жерде қысылып қалуы мүмкін. Осылардың барлығын біз остеохондроз деп айтамыз. Енді ол мысалы мойында болатын болса, мойынның позвоночнигінде болса, ол шейнехондроз, немесе грудной отделда болса, грудной остеохондроз және поясничный остеохондроз. Мынау ең негізгі кезде бел тұсындағы ауырсынумен сипатталады пациентте. Және бұл кезде біз пациентті бірінші обследование жіберіп, грыжа бар ма жоқ па, операция қажет па пациентке, жоқ па, соларды ажыратамыз. Одан кейін уже лечение береміз. Одан кейін остеоартроздарға келетін болсақ, остеоартроздар бұл буын шеміршегінің жұқаруымен, сүйек тінінің өзгеруімен және буын функциясының бұзылуымен сипатталатын ауру. Мысалы жаңа біз позвоночниктер арасында диск болады дедік қой, дәл сол сияқты мынау тізе, мысалы мына сан сүйегімен төменде сүйек бар ғой, мысалы сол екеуінің бір-біріне қажалмау үшін арасында шеміршек болады. Сол шеміршектің жұқарып кетуімен, солардың қабынуымен, зақымдалуымен болатын ауруды біз артроздар деп айтамыз. Мысалы тізеде болатын болса, ол гонартроз. Ал егер тазобедренный суставта болатын болса, ол коксартроз деген сияқты айтылады. Олар өте жиі кездеседі және бұл возрастной изменение болып есептелінеді. Себебі 60 жастан кейін уже буынның шеміршегі жұқарып, арасындағы сұйықтық жоғалып кетеді и сүйектер бір-біріне қажалып артроза пайда болады. Және бұл жерде пациент сізге аяқтағы ауырсынуы жүрген кезде деген симптомдармен келген кезде ең бірінші негізгі жұмысымыз бұл пациентті рентгенге жіберіп, остеоартроздың нешінші степень екенін анықтаймыз. Мысалы, бірінші, екінші степенде біз медикаментозды лечение береміз. Ал уже одан жоғары болатын болса, одан тяжелый болатын болса, онда суставты замена жасайды, эндопротезді операция жасайды. Және ол кезде біздің негізгі жұмысымыз пациентті полный порталға салып, операцияға дайындап, выпискасын жазып, одан кейін шыққаннан кейін, операциядан кейін дальше оның реабилитациясын салу біздің жұмысымыз болып есептелінеді. Одан кейін келесі ол 5-ші ауру бізде анемиялар. Бұл қандай гемоглобиннің және сонымен қоса эритроциттердің, гемоглобин және эритроциттердің немесе тек қана гемоглобиннің санының төмендеуімен жүретін сипатталатын ауру. Бұл жерде көбінің қателігі анемия көрген кезде гемоглобин төмен болса, сразу темір препараттарын береді. Негізі анемиялардың өте көп түрлері бар. Мысалы, біріншісі ол темір тапшылықты анемия, бұл кезде темір береміз. Екіншісі B12 тапшылықты анемия, B9 тапшылықты анемия, мегабласт анемия деп айтады. Бұл екеуін. Одан кейін бізде гемолитикалық анемия бар, одан кейін талассемия бар, одан кейін созылмалы ауруларға байланысты болатын анемия, қан кетуге байланысты болатын анемия, одан кейін апластикалық, гипопластикалық анемия деген түрлері бар. Олар сирек кездескенімен де бәрібір кездеседі негізі практикада. Сондықтан анемия көрген кезде мысалы сразу темір препараттарын бермейміз. Міндетті түрде развернутый анализ тапсырып, МСВ, МСH, РДВ, одан кейін ферритин, СРБ, солардың барлығын показательдерге қарап, бірінші біз диагноз қоюымыз керек болады. Одан кейін ғана уже лечение тағайындаймыз пациентке. И осы жерде анемиялардың мысалы 100% деп алатын болса, соның 5% ғана гипопластикалық және апластикалық анемиялар болады екен, және олар именно сүйек кемірінің патологиясына байланысты болады анемиялар. Сол 5% жағдайда ғана біз гематологқа жібереміз. Ал қалған 95% жағдайда ол ВОПтардың, терапевт, педиатрлардың жұмысы болып есептелінеді. Сондықтан барлығын ажыратып лечениясын білуіміз қажет. Жалпы назарларыңызға рахмет. Енді осы аурулардың барлығын, жалпы ВОПтың практикасына келетін 95% аурулардың барлығын мен ВОП жұмыс курсына үйретемін. Жалпы ВОП жұмыс курсы бізде ВОПтың жұмысын 0-ден бастап 1 айда толықтай үйрететін курс. Осы уақытқа дейін 400-ден аса ВОП оқыды, жұмысқа кірді. Бұл курста біз документация, нозология деген екі үлкен бөлім бар. Документация бөлімінде жаңа айтқан біз порталға салу, жаңа КМИС, приказ, документтер, солардың барлығын үйрететін боламын. Ал нозология бөлімінде ВОПтың практикасына келетін 95% аурулардың анатомия, физиология, гистология, фармакология, фатофизіне дейін ат иdo толықтай қамтылған. Сонымен қоса бізде бонустар беріледі. Бонусқа дайын ем схемасы кітапшасы, дайын дозалар және дайын шаблондар беріледі. Және бұл жерде барлығы жүйемен жазылған. Мысалы, тыныс алу жүйесі аурулары, ас қорыту жүйесі, зәр шығару жүйесі, жүрек, қан тамыр, қан түзу, гематология, тірек қимыл жүйесі, нәрестелер патологиясы, фармакология, анализ талдау деген сияқты модульдер бар. Курс туралы толықтай ақпарат алу үшін мен төменде описаниеда анкета қалдырамын. Сол анкетаны толтырғандарға курсқа новый поток ашылған кезде, тіркелу ашылған кезде менеджер хабарласып, курс туралы толықтай ақпарат беретін болады. Именно сол анкета толтырғандарға ғана. Сондықтан курс бойынша толық информация алу үшін сол анкетаны толтырыңыз. Назарларыңызға рахмет.
тағы қандай видеолар күтесіздер, комментарийда жаза қалдырыңыздар. Сонымен қоса ең жиі кездесетін тағы 5 видеоны күтесіздер ма? Жалпы осы видеоның жалғасын күтетін болсаңыз, жалғасын күтемін деп жазып қалдырыңыз. Назарларыңызға рахмет.